Сіздер естіп жатқан шығарсыздар Алия Мақаева туралы. Мінекей. Полковник полициясы миграционный службаның Астана қаласының орынбасары, бастығының орынбасары. Сол біздің неде Қазақстанның несін гражданствосын, азаматтығын беріп отырды дейді, ОПГ істеп. Солай күдіктеніп отыр. Солай оқыдым әлеуметтік жерде. Мына дене түршігетін нәрсе ғой, біздің қауіпсіздігіміз қайда кетіп бара жатыр. Жақсы болған құқығы КМБ'міз ұстағанына. Енді сот шешімін күтеміз. Егер шынымен де солай дәлелденетін болса, ол госизмена деп санаймын. Ол өзің ғана емес, орынбасары, бастығын да ұстау керек деп ойлаймын. Өйткені орынбасары істеп отырған нәрсені бастығы білмейді дейсіз ба? Тем более ОПГ жасаған. Сосын басқа мемлекеттерден келіп, бізден азаматтық алып, ой, міне деп, өзге тілде сөйлеп, біздің тілді тапсырды ма екен олар? Шынымен де. Өйткені мен алдында бір бейне жазбамда айтқан, мінекей бізде қиындатты, біздің азаматтығымызды алу үшін конституциямызды білу керек, тарихымызды білу керек, B2 уровенінде біздің қазақ тілімізді білу керек деп. Соны тапсырды ма екен? Соларды қайтадан зерттеу керек деп ойлаймын. Қайтадан емтихан алу керек. Мыналар берген, осы кісілер берген, азаматтықты берген, солар қол қойылған жерлерін бәрін қайтарып, соларын қарау керек деп ойлаймын. Өйткені қарасаңыздар, міне біздің қандастар келіп жатқан басқа мемлекеттен қазақ тілін біледі, бірақ мына кириллицаны білмейді. Сол үшін көбісі өте алмай отыр. Мен ойлаймын, қазақша сөйлеп, заңдарымызды білсе, біздің салт дәстүрімізді, заңымызды, тарихымызды сыйлап, сөйтіп отырған адамға, қазақ тілін білген қазақтарымызға, қандастарымызға, оларға сразу беру керек деп ойлаймын. Ал мына жақ басқа жақтан келеді. Енді білесіздер ғой, коррупция деген қалай болады? Бізде бірдемені қиындатса, сол же праваны алу қиындатсын, тағы да басқа, мінекей қазір азаматтығымызды қиындатсын, не болады? Бағасы өсіп кетеді. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Ол масқара нәрсе емес пе? Қауіпсіздігіміз қайда бара жатыр? Құқығы. Мына кісілерді ұстағаныңызға рахмет. Ары қарай да жұмыстарыңызды арттыра беріңіздер. Ұстаңыздар, мынандайға жол бермеу керек. Қатаң жаза беру керек мұндайларға. Басқаларында қайталанбасын, басқа қалаларда.